бізде керемет қонағымыз сонау Ақтөбеден, Ақтөбе деген бір тарихи жер ғой. Нәз Төлеубаеваны өздеріңіз танисыздар, әлеуметтік желіде бұл кісі жарып жатқан мықты космоэнергетик. Бүгін игілік журналына арнайы қонақ болып келді. Және бұл кісі кімнің ұстазы десеңізші? Менің Жансұлу Ерлікқызы деген, мінекей. Жансұлу Ерлікқызы деген космоэнергетик. Керемет сіңлім бар. Сол сіңлімнің ұстазы. Жансұлу қандай шәкірт болды? Жансұлу ол бір күнде осы космоэнергетика ілімін оқимын деп шешім қабылдаған, сондай бір тез шешім қабылдай алатын, өзінің қалауын орындай алатын шәкірттерінің бірі болды. Осы Алматы қаласында мен офлайн курсында білім алып, қазір өзі әлеуметтік желіде алған білімін жетілдіріп, өте белсенді жұмыс жасап жатыр. Энергия деген ол енді адамның отырған жерінен, тұрған жерден, жүгірген жерден нәтижеге жеткізетін сондай бір құдіретті күші бар құрал деп айтуымыз керек. Жалпы кейде біз бір нәрсенің күшіне құдірет беретін болсақ, діннің эгрегоры қорқытып жібереді ғой, Құдайдан басқа құдіретті жоқ деп. Ал мен энергияны құдіретті деп айтатын едім, себебі Құдайдың өзі энергия. Жансұлу Ерлікқызы сіңлім туралы ұстазына сөздер естіп жатырмын, өте қуанып қалдым. Жансұлу, тек алға.